Сәлем достар, сіздермен бірге Жака YouTube. Бүгін біз сіздерге One Piece анимесіне туралы қысқаша түрде айтып береміз. Тек қойсын, короче достар, бүгін біз сіздерге One Piece туралы қысқаша айтып кететін боламыз. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, біз видеоны бастап береміз. Кеттік онда. Достар, видео басталмастан бұрын сіздерден кішігірім ғана өтінішім бар. Төменде тұрған Каспи нөміріне 100 теңге болсын аударуларыңызды сұраймын. Бұл бізге керемет мотивация болар еді. Ал ендеше видеоны бастаймыз. Жалпы One Piece дегеніміз не? Оны итім де білмейді. Короче, осы One Piece'ті осы нелер алдында тығып кеткен болатын. Оны іздеуге дохуя пираттар жиналады. Оның ішіндегі ең Monkey D. Luffy. Оның накамалар болатын. Олар Зоро, Нами, Чоппер, Санджи және тағы басқалары. Негіздерді бағанан бері жегізіп жатқым деді, мен бұл анимені вообще көрмегенмін. Братишка, көтіңді қыз, денеңді боста. Мен оны тек анимеға 667-ден ғана көрдім. Егер көріп отсаң, братан, қашан шығарасың видеоны? Еркектер ешқашанда шаршамайды, олардың тек зайбал шығады. Маған One Piece'тен айтын қыз ол Хэнкок, братан ғой, короче. Осы анимедегі осы 8 персонаж өте мықты дейді оны. Хэнкок солар. Крокодайл ма сондай бір нәрсе. Соңғы бөлімде Эйс өліп қалады, шәрі Эйс-ай. Анасы туысқандарда зай басып жатыр. Өтінбай, жоқ шешең амы, өткен жоқпын нахуй, қотақ бас. Короче, аниме күшті, мен 10-нан 10 деген бағаны берер едім. Осымен видеомыз аяқталды. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Ей қадір, мұңайма, жігіт деген жылайма. Тозса да табаным, бақытымды табамын.